Қайырлы күн ханымдар, біз қазір овощной нарезка жібереміз. Овощной нарезкалар жібереміз. Мінекей, бізге овощной нарезкаларға ең маңызды қажеттілік огурцы, баклажан, қызыл перец, кабачки және дайкон. Дайкон деген осындай редка қыздар. Бұны көбінесе дұңғандар, ұйғырлар лағманға көп қолданады. Міне осындай дайкон редка. Енді біз мәселе бастаймыз. Біріншіден не істейміз? Біріншіден аламыз перецтен, қызыл бұрыштан баста. Бізге насадка мінекей мынандай кондитерлік магазиндерде, болмаса тысяча мелочи магазиндерде качествосы осындай темір, жаңағы не деп айтамыз, огурцыды, сәбіз сырттарын аршимыз, тащилка деп айтамыз. Примерно менде осындай пышақ бар қыздар. Мына пышақты, примерно осындай дәу пышақтарды алып, мынандай басын осылай өткіздіріп алсаңыздар болады. Ұсталарға барып бұндай осындай жасап береді. Бұл менде көбінесе карвинг жасайтын пышақтар. Мінекей, мына жерде алма оятын пышағымыз, мынау және жіңішке пышақ болу керек міндетті түрде. Содан кейін қыздар, мынандай тащилка бар. Бұл тащилка где-то 1500 теңге тұрады. Одан кейін зубочистка бар, шпажки бар, және бізде пищевая краска бар, мінекей жар. Или болмаса пачкада, қағаз пачкадағы пищевая краскада жарайды. Ендігіде не істейміз қыздар? Біз ендігіде мәселе міне таста екі суымызды дайындап алдық. Екі ыдыста су міндетті түрде мұздай тастай болу керек. Біз енді перецтен қараңыздар, перец осындай көлемді болу керек, ешқандай бүдіріп кедір болмау керек, себебі бізде әдемі гүл шығу үшін. Бізде не істейміз? Мінекей саусақ мына жерде тұрады, кәдімгідей. Міне бұл жерде көбінесе сурет салатын қыздар жақсы біледі. Художницалар примерно саусақты осылай қояды, карандашпен примерно осылай бояйды дегендей. Міне бізде саусақ өзіңізге удобно. Былай жасағаннан гөрі маған удобно саусақты қойған қыздар. Мінекей басын бастаймыз, ровно алып келеміз. Көрдіңіздер ғой? Перец свежий болу керек, ешқандай солыңқы болмау керек. Егер солыңқы болған жағдайда бізде қыздар мынандай форма әдемі шықпайды. Бәрін бір келгі. Көрдіңіздер ғой мінекей. Қазір енді сезон болып жатыр, перецтердің бәрі свежий, кәдімгі огородтан шығып жатыр дегенде, перецті жаңағы аяудың қажеті жоқ. Гүлдерге, особенно осындай индюк пісіргенде, болмаса балықтарға осындай оформлениемен жіберген дұрыс қыздар. Мінекей, көрдіңіздер ме? Қандай ровно әдемі болып, бәрі бір келкі шықты. Ендігіден не істейміз? Ендігіден мінекей бізде гүл тәріздес шықты. Мынандай ішіндегі әппақтардың бәрін алып тастаймыз. Неғұрлым осындай пышақтың болғаны дұрыс қыздар. Примерно осылай көрсетейін, өздеріңіз скриншот жасап, суретке түсіріп алсаңыздар болады. Ал ендігі мәселе қараңыздар. Мына жерден бізде жуандау қылып алмаймыз қыздар. Неғұрлым жұқалап, әдемелеп алатын болсаңыздар, қазір суға салғанда бізде басы әдемі қайырылып кетеді. Егер сәл жуандау алатын болсақ, басының қайырылуы онша болмайды, гүл ашылуы онша болмайды. Көрдіңіздер ғой мінекей. Бұны да юбилеріне жұмыс деп қояды, өте тиянақтылықты талап етеді бұл жұмыс қыздар. Нарезка бізде көп уақыт алады. Мысалы, заказдарға шыққанда осындай нарезкалардың өзіне бізде 2 сағат уақыттай кетіп қалады. Одан кейін мынаны до конца алып келмейміз. Көрдіңіздер, мына пышақты сәл өткірлеп алу керек. Мінекей, до конца алып келмейміз. Жарты берге шейін осылай жасап аламыз. Ендігіде көрдіңіздер, бір перецтен біз не істедік? Біз 2 гүл жасадық. Сол себептен перецтің дөңгелектеу және сәл қаттылау болғаны дұрыс. Енді бұл перецті алып біз суға салып қоямыз. Мұздай суда тұрғаны дұрыс қыздар. Жарты сағатта мына перецтеріміздің бәрі бізде гүл тәріздес әдемі болып шыға келеді. Болды, бұны да дәл осылай жасап аламыз. Мінекей, біз енді не істейміз? Біз огурцыдан кәдімгі гүл жасаймыз. Міне тағы да осы пышақ, міне басын, бас жағын жұқалаймыз да, аяқ жағын қалыңдап пышақты ішке қарай кіргіземіз. Қараңыздар қыздар. Міне бас жағын жұқаламыз да, мінекей пышақты ішке қарай кіргіздіріп аламыз. Түсінікті бұл. Енді бұл бірден жасап кету мүмкін емес. Үйде отырып, қазір мысалы огурцы деген қымбат емес. Үйде остырып, осындай үшкір пышақтың басымен, маңызды бұндай пышақ болмаса да, кәдімгі үйдегі жіңішке пышақтарды алып жасай берсеңіздер болады. Бұны аламыз да, мінекей ақырын бұрап аламыз. Көріңіздер ғой? Бұл соңғы жағы. Ендігіде қараңыздар, қыздар, мінекей.
мына жерді басын жұқалап аламыз да астыңғы жағын қалыңдау кетіреміз. Мінекей. Басын жұқалап аламыз да астыңғы жағын қалыңдау кетіреміз. Басын жұқалап алып, астыңғы жағын қалыңдау кетіреміз. Мінекей, көрдіңіздер ме? Содан бас жағын үшкірлеп алған дұрыс, қыздар. Мінекей, үшкірлеп. Сонда ертең суға салғанда бізде гүліміз әдемі болып шығады. Мінекей, көрдіңіздер ме? Қандай әдемі. Мына бас жақтарын бәрін не үшін жұқалап ал дедім. Біраздан кейін бізде бұның бәрі бұлай қайырылады, қыздар. Мінекей, осылай қайырылады. Бұны да суға салып қоямыз. Тағы да мінекей. Бас жағын жұқалап аламыз да пышақты ішке қарай қайырамыз. Мінекей. Бас жағын жұқалап алып, пышақты тағы да ішке қайырамыз. Сол себептен пышақтың басы осындай үшкір болғаны дұрыс. Мінекей. Міне, көрдіңіздер? Үшкір не үшін алдым? Үшкір себебі мына жақты өзін кесіп отырады, бұлай бүйтіп. Қайырғанда көрдіңіздер, міне бұлай, мінекей. Мынаны қайырғанда деймін да, бұлай алып келдіңіз да, бұлай алып келді, бұлай қайырдық. Пышақты көрдіңіздер, міне сонда мына жақты бүйтіп алып кесіп алып отыр. Мінекей. Тағы да бір көрсетіп жіберейін. Бас жағын үшкірлеп аламыз. Мінекей. Ақырын ғана бұрап аласыздар. Біздің огурцеміз дайын болды. Енді не істейміз? Ендігіде біз қараңыз, асты жақтарын тегістеп аламыз. Бұны не істейміз? Бұныдан біз пальма деп қоямыз. Бұндай нарезканы тағы да осылай міне үш бұрыштап келтіреміз. Бірақ до конца алып бармаймыз. Мінекей. Біріншіде, конечно, қол икемсіз болады. Екіншіде тағы да қол икемсіз болады. Бірақ өндір жасай бергендіктен сіздерде қол жаттығады. Әрине, бұл деген дастарханның сәні. Қыздар, мінекей. Енді істейміз. Енді фук етіп аламыз, қараңыздар. Бұны да, міне жаңа тура перец сияқты, міне басын осылай аламыз, жұқалап аламыз. Пышақтарыңыз міндетті түрде өткір болғаны дұрыс, бірақ пышақпен кесіп атқанда қолды абайлаймыз, қыздар. Қолды кесіп алудан сақтаныңыздар. Сол себептен бұл юбилейный жұмыс дегеніміз, бұл өте нәзіктікті талап етеді. Содан кейін қыздар асықпаймын, әдемелеп жасаймын деген уақытта, мінекей, мынаны да бұлай кесіп, көріңіздер ме, міне, бұны да отдельно осылай шығарсаңыздар болады. Сонда қараңыздар, біраздан кейін барып біздің мынау неміз әрқайсысы отдельно ашылып отырады. Мінекей. Енді Аллах нәсіп етсе, осы қауын, арбуз шыққан уақытта карвингтердің неше түрін үйретемін. Бұл пышақ менімен почти 5 жыл болды жүргеніне. 2 пышағым бар болатын. Біреуін жоғалттық, біреуі мінекей. Өзімен бірге бұл пышақ міне. Мінекей, көріңіздер ме? Қазір енді бұның бәрін біз суға салғанда, мынаның бәрі қыздар осылай гүл тәріздес болып әдемі болып ашылады. Неге дастархан жасағанда осындай неше түрлі оформлениенің бәрін қоймасқа? Міне екіншісінде дәл осылай кесіп аламыз. Жұқалап кесіп аламыз, қыздар. Көріңіздер ме? Жұқалап кескенде абайлаймыз осындай. Сол үшін аккуратно қолды икемін келтіру керек. Менде мысалы мына басы асығыспен басы кесіліп кетті. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, қыздар, міне. Өзі қазір суға тигенде осылай әдемі болып ашылады. Көрдіңіздер ме? Бір огурциден қанша дүние шығады. Егер қыздар огурцидың көлемі дәу болған жағдайда, огурциді 1, 2, 3, 4 мынандай огурцид болатын болса, бұл огурцидың өзінен 4 гүл шығаруға болады. Бірақ оның көлемі сәл кішкентайлау болады. Мінекей. Енді қараңыздар, шығады. Енді біз не істейміз? Әлгі жерде, мінекей, біздің баклажанның біз қабығын аршып, ішін салатқа қуырып, сыртын, конечно, сыртын мынандай тонкилау қылып кесіп алсақ болады. Әрине қалыңдау емес, мына жері сәл жұқалау болу керек, мінекей, қыздар. Бұдан қазір біз жапырақ жасаймыз. Мына ішін болса қуырып салатқа қолданамыз. Жапырақ жасағанда не істейміз, қыздар? Мінекей, қараңыздар, тағы да оңғайлы болу үшін міне қол тағы да осылай тұру керек. Міне былай аламыз да, міне ұшымен осылай жапырақтың формасын келтіреміз. Мінекей,
көрдіңіздер ғой. Міне, қол бұлай тіреліп тұрады қыздар. Қол тіреліп тұрады. Ендігіде не істейміз? Ендігіде қараңыздар. Көп әкелмейін, мінекей. Сол үшін айтамын, мына пышақтың басы бізде өткірлеу болу керек, мінекей. Осындай жапырақтар жасап аламыз. Бұның өзі әрине уақытты көп талап етеді. Но столда оформление болатын болса, қыздар, бұл шикарный кетеді, шикарный кетеді. Ортаны ақырын ирелеңдеп аламыз да, мінекей. Пышақтың ұшымен сәл ғана бүйтіп алып тастаймыз. Көрдіңіздер ғой? Мінекей. Бізде қандай гүл пайда болды, қыздар. Мынаны да тура осылай. Бастапқыда сәл қиындау болады, бірақ әрекет жасайтын адамға, қыздар, бұл өте берекесін береді. Қойшы, қиын екен, ыңғайсыз екен, пышақ ұстай алмадым деген ол әшін жай сылтау, қыздар. Ол жүзі жұмыс істеген келмейді, дастарханның көркісін келтіргін келмейді. Маған айтады, лишь ақшасын алсам болды, кетсем деген сияқты. Егер бұл сіздің дастарханыңыздың көркісін келтіріп, әдемілеп тұрып жасап бергеннен кейін бұл клиент неге екінші рет сізді шақырмасқа? Дұрыс па? Неге? Осындай әр үйшті баклажанның сыртының бәрін осылай гүл жасайсыздар, ішін қуырасыздар. Мінекей біздің жапырақтарымыз дайын болды. Ал енді не істейміз? Біз енді аламыз да мінекей дайкон редька. Бізде дайкон редька. Дайкон редьканың дөңгелек жақтары мінекей. Бұны пышақ бізде теркада ыңғайлы бір теркалар болады, қыздар. Жаңағы тонкий қылып кесетін. Ендігіде қараңдар мінекей. Осылай жіңішкелетіп, әр қайсын дөңгелетіп, өстіп кесіп аламыз. Бұдан біз қазір кәдімгідей роза гүл жасаймыз дайконнан. Неғұрлым жіңішкелетіп кескен сайын біздің гүліміздің формасы соғұрлым әдемі болады. Неке. Енді не істейміз? Біз кәдімгідей суымызға аламыз бір ас қасық тұз саламыз. Тұз не үшін? Тұз себебі біздің редькамызды жұмсарту үшін. Көрдіңіздер ғой. Ендігі мына пищевая краска дедім. Бұл пищевая красканы біз дайкон редьканы бояуға қолданамыз. Қараңыздар. Бұның қағаздағы порошоктан да жасай берсеңіздер болады. Көрдіңіздер ме? Қандай сап-сары әдемі түс. Бұның кейін егер бұл дайкон редьканы қызыл түске де айналдырам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Жасыл, қызыл, көк деген сияқты. Мен бірақ қазір сары түсті қолданғым келіп тұр. Себебі бізде қызыл да, жасыл да бәрі болған соң, осы сары түс бізге әдемі түс береді. Біздің пока дайкон редькамызды жұмсарғанша, біз енді тағы да нарезкаларды ойып тастаймыз. Бұлардың бәрін шетінен осылай суға салып тастаймыз. Бұл енді бізде жұмсара береді. Бір салафанды ғой, осындай мусорлардың бәрін бір жағына қарай жинап отырғанбыз. Енді не істейміз, қыздар? Біз аламыз да, неке, не бар? Кабачки бар. Кабачкиді мына жағынан бастаймыз. Нарезка ойғанда. Тура огурцы ойғандай, неке, тағы да осылай бірінші форманы жасап аламыз. Міне 5 көз ба жасап аламыз. Егер кабачки жіңішкерек болатын болса, мүмкін болады 4 көз жасауға деген сияқты. Қараңыздар. Неке. Үшеу бізден 6 көз пайда болды. Енді бұны да қарап отырмыз. Қыздар, мына тура түгінен алмаймыз. Егер гүліміз әдемі ашылу үшін, мінекей, мына қалай көрсетсем екен, мына жоғар жақтан жіңішке қылып аламыз да, мінекей. Бұлай ішке қарай тағы қайырамыз, міне. Жіңішке қылып аламыз да, ішке қарай тағы қайырамыз. Міне. Егер бұралғанда ыңғайсыз бұралмайтын жағдай болса, мына жерден аламыз да, мінекей. Примерно, значит, мына жерден бізде до конца кесілмеді деген сөз. Сол себептен көріңіздер, мына жерден аламыз да. Бұлай, мінекей, уже түсті деген сөз. Тағы да ішке қарай қайырамыз, мінекей. Ішке қайырамыз. Ішке қайырамыз тағы, міне. Бұның ешқандай қиындығы жоқ, тек қолды жаттықтыру деген сөз.
мына жақтан алып іштен қайырамыз. Мінекей. Міне, қыздар. Ал енді не істейміз? Біз енді мына тащилкамен тағы да бір, көріңіздер ғой, бәріміз суға салып жатырмыз. Тұзды суға вообще салмайсыздар, кәдімгі мұздай суға саласыздар. Көріңіздер, мынаның несі қалай ашылып жатыр. Перцтің гүлдері уже бізде ашылып жатыр. Мінекей, огурцеміздің өзі қандай керемет болып ашылып жатыр. Қыздар, мінекей, мынаның өзі бір сағатқа тұрса тіптен тамаша болады. Мынаның бәрі былай ашылады. Ал енді біз не істейміз? Мінекей, мынандай тащилкаға біз міне. Бұл тащилканы ешқандай қиындығы жоқ, интернет арқылы да іздесеңіздер болады. Көбінесе Фисмарт магазиндерде болады. Егер ойып жүргенде уақытым жоқ дейтін болсаңыздар, осындай тащилканы алыңыз да, неге осылай гүл жасамасқа. Қарасаңызшы, қандай әдемі роза гүл. Бұны да аламыз да біз суға саламыз. Неғұрлым үлкен ыдыс болғаны дұрыс, қыздар. Осылай орап. Көріңіздер, қыздар, бір нәрседен қанша нәрсе үйренуге болады. Сонда сіздің дастарханыңыздың да берекесі әдемі болып келеді. Бұны да аламыз да, мінекей, суға салып қоямыз. Сонда ұзын огурцы болатын болса, сіз 4-5 гүл шығарасыз. Одан кейін тағы да бір айта кететін, қыздар, мынандай басын тастамайсыздар. Бұның басын аламыз да, аяқ жағын тегістейміз да. Примерно, көріңіз, мынандай шпажкаға саламыз да, жаңағы нарезкалардың арасына кіргізіп, мынаның өзі де бір қалай жасалынды деген ой туындатып келген қонақтарыңызға. Көріңіздер ғой, бір нәрседен қанша нәрсе шығарып жатырмыз деген. Қыздар, каждый жұмыстың ебін тауып выход дейді ғой. Выходтан шықсаңыздар болады. Білмеймін деген ол сылтау. Енді тағы да бір көрсете кететін, мына кабачкимізді кесеміз. Кабачкиді қарай, екіге бөлдік та, кабачкидан тағы да тура огурцы сияқты жасап аламыз. Көрдіңіздер ғой. Сонда бір кабачкидан біз 4 пальма жасадық. Көрдіңіздер ме, қандай эконом. Сонда 4 пальмаңыз сіздің 4 тарелкаңыздың оформлениясы деп есептей бересіз. Екіден қоям дейтін болсаңыз, сіздің бір кабачкаңыз 2 тарелканың ассортиі. Көрдіңіздер ме, мінекей. Бұны да суға салып қоямыз, қыздар. Пока біздің дайконымыз суда жұмсарғанша, біз уже қанша нарезка жасап тастадық. Ал мына, қыздар, біздің жұмыстар деген уже аяқталды. Мынаның бәрі суда тұр. Примерно бәрі түсінікті деп ойлаймын. Ендігіде не істейміз? Ендігіде міне біздің дайконымыз уже жібіді. Мінекей, дайконды осылай аламыз да, мінекей. Салфеткаға сорықтырып аламыз. Оның бәрін салфеткадан кепкеннен кейін барып, осындай тақтайымызға алып, мінекей, көріңіз ғой, тақтайымызға аламыз да, мінекей. Ендігіде бұны былай ораймыз. Бұны міндетті түрде салфеткаға сорықтырып алыңыз. Көріңіз ғой, мына уже тұзды суға салынғаннан кейін біздің дайконның уже икемі келді деген сөз. Осындай зубочисткамен екі жәнінен әдемілеп қайырамыз да, міне. Түбінен кесіп алып тастаймыз. Себебі бізде форма жақсы тұру үшін. Көріңіздер ме, қыздар? Мынаны ашасыздар, керемет бір гүлдің тәсілін жасадық. Біз енді қазір түбінен қатты кесіп тастадық. Мына жерден неге тағы да бір зубочисткамен қадауға болады. Неге? Сәл ғана басын қайырып, осындай. Менің жаңағы суретте тұрған цветочектерім осылай жасалынады. Әрине, бұның енді жаңағы суда бір 20 минут тұрғаны дұрыс, себебі бізде краскасы да әдемі сіңетіне. Қараңыздаршы, қыздар, не пайда болды? Мына, не пайда болды? Бір дайконның өзінен сіз 10-15 гүл шығарасыз. Мінекей, қандай красота, красота.
Ал қыздар, біздің гүлдеріміздің бәрі ашылды. Мінекей мына жерде бәрін осылай салфеткаға сорғытып алдық. Ендігі мынау бізде оазис деп айтылады. Бұл көбінесе цветочниктерде сатылады. Бұл кірпіш сияқты төрт бұрышты болады, бірақ суға салып қойсаңыз осылай сіңімді болып тұрады. Қолмен бассаңыз кәдімгідей уже көрініс сол міне басылып тұрады. Мына жерде бізде шпажки бар, мінекей. Бұл енді қазір менің фантазиям, дәл бұндай қылып жасамасаңыздар да болады. Бұл, конечно, сіздердің қалауларыңыз, қыздар, қалай жасаймын десеңіздер. Мен примерно фруктовый не жіберіп жатырмын дейікші, жаңағы корзинка жіберіп жатырмыз дейік. Фруктовый корзинка жіберіп жатырмыз біз. Қараңыздар, қандай красота, қыздар. Енді бұлай шығарсақ болады. Ендігіде ондай шпажки, зубочисткамыз былай тығамыз да, біз не істейміз? Біз примерно осындай жапырақ жасаймыз. Кәдімгідей ғой, қыздар, шпажки, деревянный шпажкалар бар, осындай зубочисткалар бар. Өйстіп алып, бәрін біріктіре берсеңіздер болады. Мынандай огурцидың бас жақтарын осындай паприкаға салып, қып-қызыл паприкаларға салып, огурцидың бастарын осылай істеп алсаңыздар да болады. Сонда сіздерге әдемі бір қызыл түс беріп отырады. Қараңыздар, моншақтармен қандай керемет болды. Ендігіде мынандай розочкаларымызды, қалай біздің қызыл неміз көрінбей қалды. Енді сары гүлдерімізді қалай жібереміз? Сары гүлдерді можно мынандайларға арасына кіргізіп жібергенде. Көрдіңіздер, қараңыздар. Прям жасап жатып, мен өзім ғашық болып тұрмын. Қандай әсем жасадық. Егер уақыттарыңыз болып жатқан жағдайда, осындай әрі холодныйдың болмаса, жаңағы овощной кавказский закуска деп қоямыз ғой өзіміз, солардың арасына осылай жасасаңыздар болады. Болмаса қыздарыңыз осенний бал деп атады. Сол кезде неге қызда мектептегі отбасы бала шағаларыңыз осындай әдемі оформление жасап қуантпасқа. Енді біз мынандай арасына осылай кіргізсек болады. Онан кейін болады черри. Черриді де түптеріне как будто бір қызғалтақ өсіп тұрғандай, осындай тарелканың түбіне жасасақ болады. Бұл менің қазіргі жасап жатқан фантазиям, қыздар. Бір кабачки, бір огурцыдан қаншама дүние құрастырдық. Қыздар? Егер әр түрлікті жасайым десеңіздер, берекесінде келтіруге болады. Прям красота. Мінекей, біздің нарезкамыз дайын болды. Әдемілікті талап етті. Можно оливковое масломен осылай, как будто ортасында дән өсіп тұрғандай осылай жасасақ болады. Міне қыздар, әдемілік деген қандай? Кәдімгі бір букет дайындап шығардық біз.